Кибербуллингтен қорғану ережелері. Есіңде болсын, интернетте жариялаған жеке ақпаратың, үйіңнің мекен-жайы мен телефоның, мектебіңнің нөмірі, оқитын сыныбың, фотосуреттерің, ұялы телефон нөмірлері, электрондық пошта мекен-жайы, құпия сөздер және тағы басқа өзіңе қарсы қолданылуы мүмкін. Желіде бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасаудың салдары қауіпті болуы мүмкін. Алдау, жеке және үй мүлкін тонау, жеке деректерді, банктік шоттар және тағы басқа бұзу. Бейтаныс адамдар жіберген сілтемелер сенің жеке компьютерің мен басқа да гаджеттеріне қатер төндіруі мүмкін. Цифрлық әдеп ережелерін сақта. Виртуалды ортадағы қарым-қатынаста сыпайы, ақ көңіл, қайырымды болу керек. Сұхбаттасушыларға құрметпен қарап, оларға тек позитивті хабарламалар мен суреттер жіберу керек. Желілік қарым-қатынаста әзілді қолдан. Бұл кез келген агрессияға қарсы тұрудың ең күшті қаруы. Сұхбаттасушыны өзіне қарсы қоймау үшін жағымсыз хабарламаларды жауапсыз қалдыр. Қажет болса, жағымсыз хабарламалардың скриншоттарын түсіріп, ересектерден, ата-анадан, мұғалімдерден, туыстардан көмек сұра. Тек қана тексерілген ақпаратты жолда. Агрессия мен қорқытуды елемеген жөн. Интернет байланысында қысқа үзіліс жасап, негатив көзінен және жалпы желілерден ажыра. Ренжіткендерді қара тізімге қоста, желідегі түсініктемелерді өшір. Ол үшін елемеу немесе қара тізім пернесін бас. Егер қорқыту жалғасса, өзің сенетін адамдардан, ата-анаң, туыстарың, сынып жетекшісі, мектеп психологы немесе әлеуметтік педагогтен көмек сұра. Қымбатты дос, егер сен кибербуллингке ұшырасаң, бұл туралы еш жағдайда үнсіз қалма. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің 8-71-72 74-25-28 сенім телефонына қоңырау соқ. Жай ғана қоңырау соқ, саған міндетті түрде көмектеседі.